Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін еді соғымның уақыты. Сіздерге түсірем деген алдында жылқының қарнын ашып көрсетемін. Өзіміздің қарапайым ауылдың әдісі. Қазір осы жылқының шектерін барлығын бөлшектеп, барлығын тазалап көрсетемін. Ең бірінші жылқының қартасына бастаймыз. Өйткені қартасына майларын барлығын тап-таза алу үшін осыны бірінші алып аламыз. Қарталарын қазір осындай ұзындықта бөлшектеп тазалап салып отырмыз. Қолғабым таза. Міне қартаның бітетін жері осы. Қарынның жұқа жағынан бітеді осы жерге дейін. Осында ұзындықта. Осыны қазір бәрін бөліп, тазалап жуып алғаннан кейін ары қарай көрсетемін. Қарталарын болдық. Тазалап. Енді мына жерде құрт қарын бар. Құрт қарынды қазір бөліп аламыз. Бұл шекке жалғанған, жерке шектен. Оны қазір бөліп аламыз. Мына жерде міне бауырлар бар. Қазір бауырларын алайық бірінші. Таза болып тұрғанда. Қазір бөлетін жерлер болады. Қарны міне бөлінді. Енді жерде қазір шектен ажыратып аламыз қазір. Жіңішке шегін бауырын бөліп. Өз жылқыныкі оңай, осылай жіктеп бөліп ала десеңіз, өзі шетіне ашыла береді ғой. Бауырларын бәрін бөліп салып алдым таза күйінде. Енді міне құрт қарынға жаланған шек, осы жіңішке шек қазы айналдыратын. Осында бөліп аламыз. Кейін тазалап аламыз. Енді ары қарай мына жерде қарынға жалғанған жері шектің. Осында бөліп аламыз қазір. Өз осы бездері бар, майы бар, осы жерден бөлінеді өзі. Мынау шектің бас жағы міне осылай. Қазір майын бөлек алып, шекті осылай бірінен былай тарқата береміз. Шекке май кері жоқ, осылай тарқата береміз. Өйткені бұл қазға айналдыратын шек, шымайды шұжыққа бірдеңе қосуға, жаратуға болады, таза шымай. Енді осыны ұзынан тарқатамыз. Мына шектерін бәрін ажыратып болдық, майын бөліп алдық. Енді мына қарынға жалғанған жері. Осыны қазір бөліп былай осы жерден кесіп тастаймыз. Осыны шектерін бір тазалап алып, енді ақырға қарынын тазалаймыз. Енді қалған жұмыс оңай, қарынын бәрін бөліп қазір көрсетем. Бұл енді менің әдісім барлығы осылай ашит шығар. Сол өзімнің әдісімді сізде көрсетейін деп. Онан жаста бағалап қойыңыздар, достар. Мен еңбегімді. Онан жаста тіркеліп қойыңыздар. Шектерін болдық, енді қарын қалды. Осы қарынды осы жүктерінен бөліп жуып алсақ болды. Мына қарынды осылай ұзындан жүктеп алдық. Енді тек қана осылай бөліктерге бөліп, жақсылап жуып, шайып, тазалау ғана қалды. Енді осыны тазалап аламыз қазір. Міне болдық, осылай бөліп жуып. Ең басы таза болса болды. Қалғанын үйде жасап шаямыз, жуамыз. Достар, міне бағана даладағы қарындарды жылыжайға кіріп, осылай
таза суға, салқын суға. Жылқының қарнын негізі өзі тазалағанда, далада ашығанда да ең бірінші салқын суға жуу керек. Өйткені ішіндегі иісі барлығының қарынға сіңіп кетпес үшін салқын сумен жуады көбіне осыны. Осы таза аппақ болу үшін салқын суға жуып, жақсылап тазалап. Және жуғанда мынау тұз салып жусаңыздар, иісін барлығын жақсы кетеді. Қазір бұларды жақсылап жуып алғаннан кейін тұзбен, сосын бір тазалған кезде тағы да лимонмен жуып көрсетемін. Лимонмен жусаңыздар, мына жабыс қақтығы барлығы кетіп, қарын тап-таза болып жуылады жақсылап. Міне осылай бірнеше рет жусаңыздар да осылай қарынның суы осындай болып шыға береді. Осыны тазалағанша жуу керек жақсылап. Міне бір рет суға жақсылап шайып алдым. Енді қайырдан салып, міне қайырдан саламыз да. Мындай лимонды жартылай бөліп алып, осы лимонмен жусаңыздар, осылай қарынды күшті қылып тазартады. Осылай бір рет жусаңыздар жетеді. Уже иісі де шықпайды, кірі де шықпайды, әдемі болады. Лимонның бүрлері қарынның сыртындағы жабыс қақтықтың барлығын түсіреді. Сығып жусаңыздар да болады. Осы әдіспен жуып көріңіздер достар. Менің сіздерге өзімнің жуатын әдісімді ұсынып отырмын. Бағалап қойды ұмытпаңыздар, және де ұнап жатса каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осылай барлық қарынды жуып шығамыз. Міне уже қолға жабыспайды, әдемі болып жуылып жатыр. Достар, міне қарталарымды осылай бір рет сыртын шайып, екінші жағын айналдырып, дәл солай осы лимонмен жуып шықсаңыздар, ішіндегі иісін барлығын жақсы кетіреді. Тек қана салқын суға жуыңыздар, сонда қарынның ішіндегі иістері барлығы жақсы кетеді. Достар, міне барлығын жуып қойдым. Қартаны, қарынды. Енді қартаны айналдырмас бұрын сіздерге айтатыным, осы қартаға чеснок жағып, чеснокпен тұзды араластырып, или бұрыш қоссаңыздар болады. Өйстіп араластырып, осы майларына жағып, ішіне айналдырсаңыздар, өте дәмді болып шығады, осы қартасы керемет болып шығады дәмі. Солай істейтіндеріңіз болса, менің астына, осы видеоның астына комментарий жазып қойсаңыздар болады. Өздеріңіздің әдістеріңізді, жуу әдістеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Егер де менің жуу әдісім сіздерге ұнап жатса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, менің каналымды қолдап жүруге ұмытпаңыздар. Өте қуанышты боламын. Менің осы жылдағы істейтін әдісім осы, қартамен қарынды жуып, тазалап, және де чесноктау әдісі. Енді чеснок жағып көрсеткен жоқпын, бірақ өте оңай. Енді чеснокты өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұздап, чесногын жағып, бұрышын жағып, өстіп істесеңіздер болады. Кәдімгі қаз айналдырғандай, сол сияқты осы қартаға да жағып істесеңіздер болады. Достар, осы видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Менің еңбегім сіздерге ұнап жатса, мені қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Астына лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видео кездескенше сау болыңыздар.